Міне достар, без. Осындай бездің бәрін тазартып болғаннан кейін қарынды былай аударып, оны тұзға малып қоямыз. Ол жайлы алдағы уақытта көретін боласыздар. Арнадан ажырамаңыздар. Армысыздар достар, сіздермен Айнұр. Соғым қыс мезгілінің ең керемет науқаны. Мына қаптың ішінде жылқы малының ішек қарны жатыр. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге қарын мен қартаны қалай тазартатыным туралы көрсетемін. Суды осылай құйып алып, ішінде қалған құтқан нәжістерді шығару керек. Мінекей достар, біз ішек қарынды аудармай тұрып ішін сумен шайып алдық. Бұл өзі ауылдан тазаланып келген ішек қарын, сонда да ішінде жаңа көрдіңіздер, кішкене нелері қалып тұрды. 5-6 рет шайдым. Келесі кезек бізде ішектердің анықтап қарасаңыздар, мындай бездер болады. Бұл безді қалдыруға болмайды, осының бәрін қарап, жаңағы мұқият тазалап шығамыз. Мынау ішегі қазыға кетеді. Мынау қарын. Достар, бұл қарында да сондай толып жатқан бездер болады. Мінекей бездерді былай алып тастаймыз. Достар, міне мына безден тазартып, тағы да бір шайылған қарын тап-таза. Біз бұны қазір аударамыз. Бір-бірден былай аударамын. Мінекей достар, мына аударып жатқаным қартаны осылай әдемілеп аударып аламыз асықпай. Дәл осылай қарындарды да аударып шығып, бұларды тұзға бөгіп қоямыз. Енді қарын тазалағаннан кейін жеркенбеу керек. Бәрі боқ болады. Қолды. Мінекей достар, аударылған қарынды енді сумен жуамыз. Достар, 2 рет жудым. Енді мұны тұзға малайын. Міне достар, бұл енді 15 минуттай тұрады. Одан кейін жуып, тағы да солай 1-2 рет жасаймын осы. Міне біздің қарын. Тұз еріп жоқ болған. Мінекей нәтижесі шығып жатыр. Мінекей достар, біз сонымен қарынды тазартудың соңғы этапын жасап жатырмыз. Демек, біз не істедік? Біз қарынды ішін бірінші шайып алдық, одан кейін аударып тағы да шайдық, одан кейін тұзға 2 рет бөктік, ал мынау соңғы этап, бұл тура осылай жақсылап тұрып 3 рет шаямыз. 3 рет шаямыз. Бұл қарыннан түрлі тағамдар жасауға болады. Соның бірі ұлттық тағамымыз қарын бүрме. Қарын бүрмені дәл осы жылқының қарнынан жасаймыз. Және осы қарындарды бір қайнатып, тоңазытқышқа салып қойсаңыз, ет асқанда қосып тұруға болады. Мұндай тазалықтан өткен қарын иіссіз өте дәмді болады. Мінекей достар, әбден жуылып тазаланған қарын мен қартаны біз осылай қайнатамыз. Бір қайнаған соң оның көбігін алып тастап, ары қарай салқындатып, оны мұздатқышта сақтаймыз. Ары қарай оны тағамдарға қосып пайдаланамыз.
Ал ішегіне келер болсақ, тура осы жолмен тазаланады, бірақ ол егер қазыға жұмсайтын болсаңыз, ішекті қайнатпаймыз. Достар, осы бейне бәріңізге пайдалы болсын деп тілеймін. Жылқының ішегін қалай тазалау жолдарын көрсететін арнайы бейне шығарылым болады. Сол үшін арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.